Қайырлы күн, сіздермен бейбіт қыз Айдана. Бүгін капкейктің өте жұмсақ дәмді рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл видеода тестамыздың көтеріп қайта түсіп кетпейтін және креміміз өз формасын ұстап тұратын капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Тіркелмесеңіз тіркелуді ұмытпаңыз. Келесіде шоколадный капкейктің рецептісін салатын боламын. Және де арнамда көптеген видео рецепттер бар. Рецептімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Ең алдымен пісірмес бұрын барлық заттарымыз бөлме температурасында тұру керек. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымыздың үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Тестамызға қолданатын заттардың барлық бөлме температурасында болу керек. Жасардың алдында бірнеше сағат бұрын шығарып қойыңыздар холодильниктан. Жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап миксерлаймыз. Екі жүз грамм ұнымызға разрыхлитель саламыз. Ванилин салсаңыздар да болады. Араластырып жаңағы массамыздың үстіне аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Капкейкіміздің ыдысына толтырмай бір жарым қасықтан саламыз. Себебі піскен кезде капкейкіміз өте биік болып көтеріледі. Егер көп салып қойсаңыздар, сыртына қарай ағып кетеді. Қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіріп аламыз. Осылай қызару керек. Енді кремімізді дайындаймыз. 400 грамм творожный сырға 80 грамм қант ұнтақ, яғни сахарный пудрамызды саламыз. Творожный сыр, сливкиміз салқын болу керек. Крем жасардың алдында ғана холодильниктен шығарыңыздар. Аздап миксерлейміз. Үстіне 120 грамм сливкимізді құямыз. Мінекей креміміз дәл осындай өз формасын ұстап тұратын болу керек.
Енді капкейкіміздің шетінен бастап ортасына қарай ақырындап жылжытып отырып қолымызды кремді әдемілеп құямыз. Мінекей ақырын асықпай отырып құйсаңыздар, осындай формасы осылай болып әдемі болып шығады. Менде насадкамның номері 1В. Асықпай айналдыра отырып кремімізді құямыз. Мінекей дайын, ұнаса тіркеліп қоңыраушан басуды ұмытпаңыздар, және де жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Арнамда көптеген видео рецепттер бар, және де алда қандай видео рецепт күтесіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерден кері байланыс мен үшін өте маңызды, мені қуантады.